Сәлеметсіздер ме оқушылар? 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Абайды оқы таңырқа бөлімі бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бұл жолы Абайдың 7-ші және 31-ші қара сөздеріне арналған тапсырмалар орындалады. Сіздерге берілген бірінші нұсқаның тапсырмалары. Бірінші тапсырма: төмендегі кестені толтырыңыз. Абайдың 31-ші қара сөзіндегі көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе. Бұл үзіндіде Абай есінде сақтау мен білімді терең меңгерудің 4 негізгі себептерін атап көрсетеді. Оның айтуынша, есімізде ешқашан ұмытылмайтын нәрселерді есте сақтау үшін төмендегі 4 шартты орындау қажет: көкірегі байлаулы берік болу, ғибратлану, түсініп көңілге бекіту және ой кеселдерінен сақ болу. Екінші бағамдағы кесте: ақын кеңесі мен өсиетін күнделікті тәжірибемен байланыстырыңдар. Бұл кеңестерді күнделікті өмірде қолдану арқылы адам өз ісінде табысты болып, өмірдің қиындықтарына жеңіл өтуге мүмкіндік алады. Көкіректің байлаулы болуы, ғибрат алу, білімді терең түсіну, ой кеселдерінен сақтану — бұлар қазіргі қоғамда да өте қажетті құндылықтар. Екінші тапсырма: Абайдың 7-ші қара сөзіндегі кейіпкерлерді салыстырыңыз. Яғни бізде кесте берілген: бірінші бала, екінші бала және қазіргі бала деген. Бірінші бала — бұл кезеңдегі бала тек негізгі физиологиялық қажеттіліктермен, яғни тамақ, ұйқы сияқты қажеттіліктермен қатар табиғи қызығушылық арқылы жан дүниесін байытқысы келеді. Ол сыртқы әлемді танып білуге ұмтылып, сұрақтар қойып, жаңа нәрселерді ашуға тырысады. Екінші бала — бұл кезеңдегі бала өмірдің мәнін түсіну үшін еңбек етуі, білім алу үшін тұрақты түрде ізденуі керек, бірақ көбінесе тек жеке қажеттіліктер мен қызығушылықтарды қанағаттандыруға ұмтылады. Абай бұл кезеңді сынға алып, адамның тек ақылмен дұрыс жол таңдауы керектігін ескертеді. Қазіргі бала білім мен ақылды ұмытқан, бірақ материалдық дүниеге қызығушылық танытатын қоғамдағы адам деп сипаттаймыз. Үшінші тапсырма: отбасы құндылықтарын көрсетіп, әдеби эссе жазыңдар. Отбасы адамның өміріндегі ең маңызды құндылықтардың бірі. Ол сүйіспеншілік, түсіністік және қолдау ордасы. Әрбір адам үшін отбасы өмірдің тірегі, қиындықтар мен қуаныштар бірге болар сенімді адамдары. Отбасы адамды мейірімділікке, сабырлыққа үйретіп, оны шынайы махаббатпен тәрбиелейді. Жанұяның берекесі мен бірлігі адам өмірін мәнді етеді.